Визасыз Қытайға бару деп Қытай консулына келдік. Визасыз 14 күнге баруға бола ма екен? Қандай азаматтар баруға болады? Қытайға 14 күн визасыз баруға болады. 11 айдан бастап дегенді естіп, Қытай консулына келдік. Нақты кімдер баруға болады? Бұрын Қытайда туылып, кейін осы жаққа көшіп келген азаматшалар баруына бола ма? Бару үшін қандай құжаттар керек деген сияқты сұрауға келдім. Келгендегі алған жауабым: егер Қазақстан азаматы болып, кезінен, яғни толығында Қазақстанда туылған болса, болмаса Қытайдан басқа мемлекетте туылып, Қазақстан азаматтығын алып, енді қолында Қазақстан загранпаспорты болса, олар кедергісіз баруға болады. 11 айдың алтысынан бастап. Ал Қытайда туылып Қазақстан азаматтығын алған кісілер үшін бұл 1 айлық жұмысқа созылады екен. Яғни Қытайда туылып Қазақстан азаматтығын алып, қайтадан Қытайға бару үшін бір реттік виза талап етіледі екен. Болмаса 30 күндік тексерістен өту керек дейді осы жерде істейтін қыздар. Не үшін? Өйткені Қытайда туылып, қайтадан Қытайға бару үшін сіздің Қытайдағы нопосыңыз өшкен болу керек екен, біріншісі. Екінші, Қытайдағы туысқандарыңыз сізге шақырту жіберу керек. Туыстықта анықтайтын растама дейді, гуңжуншу. Соны жіберу керек екен, жазбаша шақырту жіберу керек. Соның барлығын алғаннан кейін, барлығының нопосыңыз өшті деген қағаз болып, барлығын алып, осы Қытай консулына келесіз, Алматы, Гоголия 20-ға. Осы жерге келгеннен кейін электронды анкета толтырасыз. Электронды анкета толтырып болғаннан кейін визаға кезек аласыз. Кезегіңіз толған күні осы жерге келіп, кезекке тұрасыз, құжаттарыңызды өткізесіз. Әрбір адам басына 29.200 теңгедей ақша төлейсіз. Ол барлығы төленіп, сіздің құжаттарды алғаннан кейін 1 ай уақыт, яғни кемінде 1 ай, болмаса 2 ай әркімдікі тексеріс әртүрлі екен. Сол тексерістен өтеді, яғни Қытай сізді келуге, қайтадан Қытайға шетел азаматы ретінде келуге қабылдай ма, қабылдамай ма, сол өту керек 1 ай көлемінде. 1 айдан ішінде өтіп, сізге звонок келіп, болды, сіз виза алуыңызға болады дегеннен кейін барып, сіз визамен, не без визасыз Қытайға қайтадан барсаңыз болады екен. Яғни нақтылап айтқан кезде сіз бірінші рет Қытайға бару үшін, яғни Қытай азаматтығынан Қазақстанның азаматтығына өтіп, онан кейін қайтадан Қытайға бару үшін бір реттік виза талап етіледі екен. Бұл мен бүгін дүйсенбі, сейсенбі, міне 13 айдың 24-і болды. Осы күні ішіне кіріп білген нақты ақпараттарым. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp нөмірім бар, соған жаза кетсеңіздер болады. Кейбір көмектесетініздер болса, жекелей сұрайтыныздар болса, хабарласаңыздар болады. Барлығына өзім жауап беріп тұрайын. Рахмет.